Ассалаумағалейкум достар, сериалдың арасында қош келдіңіздер. Және де жүргізушісі мен Мадияр Пернева. Я достар, бүгін бізде долгожданный момент, долгожданный күн десек те болады. Яғни айтқанда бүгін біз мына тұрған съеманы полный покраскаға беретін боламыз. Қазір қалай, қайда, не істейміз, оны видеосын тоқтап айтатын боламын. Алдымен видеомызды бастап алайық. Кеттік. Жалпы айтқан достар, негізі бұндай көлікті проектте ұстау үшін бұл енді мысалы біздің приора сияқты, сериал сияқты істейтін жерлер особо көп емес та. Бірақ бүгін мен покраска істегім келіп тұр. Неге? Өйткені достар, көбісі айтуы мүмкін осы жерде. Сен негізі проектте приораны бұрын ұстап жүрсің, бірінші приораны берсей деген сияқты. Приоран балай негізі бит титан кигізіп, ішін әдемілеп, сыртына бір-екі жерін өзгертсең, сәл вид кіріп әдемі болады да. Ал мына семеркаға қанша вид шекте, вид кірмей жатыр. Бұндай семерканың әдемі вид кіру үшін кузовың ровно шандай бір теп-тегіс жылтырап тұрса, сосын бір жылтыр бір мықты бір титанг тақсаң, и машинаң тап-таза ұстап жүрсең болды екен ғой, короче. Соны түсіндім. Сол себептен бүгін мінекей съемамызды по полной программа покраскаға беретін боламыз. Бұл негізі ойлағам алдында Чимкентте істетіп келем ба деп. Чимкентке барып келудің өзі негізі расход. Ходовкадан кетеді, уақыттан кетеді. Одан осы Астанада жасататын боламыз. Өзіміздің таныс братанға барамыз. Қазір енді сіздерге до состояниесін көрсетеміз, сосын после состояниені көрсететін боламыз. Ал болса, көп сөйлемейік, видеомызды бастаймыз. Жалпы достар, видеомызды басталмас бұрын сіздерге керемет жаңалығымыз бар. Қазір тыңда білесіздер, оқу жылы соңына таяған сайын футболда өте керемет матчтар болуда. Жақында Чемпиондар лигасы. Сол себептен сіздер сол матчқа болжам жасап, ақшаларыңызды арттырып алсаңыздар болады. Ал бастамасында ақшаны қайдан аламын дейтін болсаңыздар, сіздерге арнайы дайындап қойған бонусымыз бар. Ол үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіресіздер. Менің промокод терсеңіздер болды. Алғаш депозиттеріңізге $500 беретін болады. Олай болса сіздерге сәттілік тілейміз, ал біз бастаймыз. Мен арқасынан бастағым келіп отыр. Арқасынан бізде өткенде інім айдап жүріп, мына жердің короче біреуге түртіп алған ғой, артқа айтып кезде көрмей қалған ба. Мына жер жасалатын болады. Сосын мына екеуінің цветін байқап тұрсыздар ғой. Багажда Чимкентте жүрген кезде әбден күн жеп қойған, лагы қашып кеткен, лагтан кейін краскасы қашып кеткен, в общем түсі ағарып кеткен ғой. Сосын мына жақта артқы мына крыламен, артқы есікті ағамның кезінде түртіп алған кезде өзі покраскаға берген болатын. Бірақ ойдағыдай шықпады. Әйтеуір асыға басып грунтовка жаққанда, грунтовканы кептірмей тұрып покраскаға берген. Сонымен короче мынадай қараңыздар, жақындап қараңыздаршы. Көрініп тұр ма сіздерге? Бүдір-бүдір болып тұр ғой, көріп тұр ма? Содан кейін ғой мына жерде біз бір бензин құйып алғаннан кейін дағы қағып қойды да, сүттекте еш кетпей жатыр. Сосын тағы қай жерін жасатамыз. Әрине бізде есіктің зазорын келтірмеген істеген кезде. Мына есіктің зазоры кетіп қалған. Мына есіктің зазоры кеткен соншалықты мынандай жердің краскасын қанша жеген жеп қойған, қараңыздар. Мынандай жердің краскаларын әбден жеп қойған. Так, мына крыла жағы бізде достар дені сау. Сосын достар бізде капот бар. Капот мына екі шетінде кішкентай бір мячинасы бар. Мынандай бір екі шетінде тура қыр жағында. Білмеймін не түскенін. Одан кейін бүйтіп байқасаңыздар, сап-сары бірдеңенің бір дағы бар мына жерде бір. Ауылда бізде мамат үстіне тамақ қойып қоятын бар еді да кішкене. Тамақ қойып қойған кезде бір дағы ағып кеткен ба, сорпа ағып кеткен ба, соны жасатамыз. Сосын бізде алдында мына шетінде шрамы бар. Естеріңізде болса, мен машина алғаш алған кезде мынау соғылған еді. Фараны, решетканы, бамперді полный ауыстырғанбыз, бірақ мына шетінде дағы қағып қойды. Осы жерге соғылған кезде ана есіктің зазорын қойып жүрген, короче, түсіндіңіздер ғой, не үшін екен. Сондай-ақ астынан қараған кездегі бампердің ішкі жақтары, бампердің ішкі жағы деген бұл кузовтағы орны. Сосын әрине бізде мына крыла алған кезде өзі соғылған, негізі есе жабыстырып қойған ек, есе түсіп қапты ғой. Сосын әрине мына есіктің мячинасы. Бұл деген Жигули дейтіндер түсінеді. Жигулиді мысалы есігін қатты ашып жіберсең, есігі қатты ашылады да, мына шеті бар, мына крылаға тиеді, сонымен мына шетің майысып қалады ғой, короче, түсіндіңіздер ғой. Жалпы достар, до версиясын көрдіңіздер, қай жерде мячина бар, қай жерде негізі істету керек. Жалпы негізі полный істейді. Сосын мынanda зазор кетіп қалған бізде. Соны есік битті қатты ашылған кезде ана шетін зазор кетір жеген. Мына зазор кемейді. Осының барлығын жасайтын боламыз. Полная программа. В общем, видео сіздерге түсіндіру деген ойдамыз. Олай болса, көп сөйлеп көпірмей, біз S-тоға аттана берсек болады. Ендеше, кеттік. Алты достар, мінекей машинаны тәкеп кіргіздік, бағажан келістік. Жалпы түсіндіңіздер ғой. Баяғыда братан қой салып әкелген кезде текпен ғонаншы. Так, в общем, енді 20 күн дейсіз ба енді? Минимум 2 апта, максимум 3 апта ма? Құдай қаласа енді осы жолы семерканы атқа басақ. Көзіме елестеп тұр, примерно жылтырап жатқан. Жалт-жалт етіп жүрген елестеп. Ой. Бұл жерде достар бізде семеркада, короче, өзінің заводской краскаде ләлі болып тұрған. Ол әрине бізде кришасы. Кришасы заводской краскаде, заводской лакта
Енді көреміз енді қалай істейтінін. Енді баға жағынан бізде 330 мыңдай шығып жатыр. Бастапқысында жарты ақшасын қалдырып жатырық. Жалпы достар, енді бізде күнде енді қастарында болып процесті түсіре алмаймыз. Десек те енді 1-2 күн келіп, покраска шашқан кезде, грунтовка жасап, кузов тегістеген кезде 1-2 күн келіп түсіріп кетеміз барынша енді. Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде міне кузовын барлығын туырлап, зазорларын барлығын келтіріп, общем, короче, тема қылып қойған. Бүгін енді грунтовка кезек келіп отыр. Грунтовка не екенін білмейтіндер үшін түсіндіріп кетейін. Жалпы грунтовка деген красканы шашпас алдын бірінші грунтовканы сеуіп алады. Ертең уақыт өте келе краскамыз ұшып кетпеу үшін грунтовка красканы мықты ұстап тұратын сұйықтық деп айтсақ болады. Жалпы машинаның қазір состояниесі мінекей осылай. Шпаклевкамен полностью зазорларын барлығын келтіріп, барлығын дайындап, мына жақта мінекей грунтовканың жұмыстары басталды. Айналарын, керек емес жерлерін барлығын газетке барынша жаптық. Мінекей краска илейтін жерлердің барлығын әдемілеп, в общем, по максимально качество, сапаға жұмыс істейміз ғой. Олай болса сөйлей бермейік, кеттік онда. Достар, мінекей бізде қазір грунтовканың бірінші слойы жағылып шықты. Негізі бұндайлар 2-3 слой жағылу керек. Қазір бұл бірінші слой жағылып болған кейін жақсылап кеп тұреміз. Екінші слой жағамыз, үшінші слой жағамыз. Жалпы негізі достар, болып жатқан барлық процесстен сіздерге барлығын өтірік нүктесінен көрсете алмаймыз десек те, мінекей братандардан өтініш сұрап, осындай жұмыс барысында главный жұмыс кездерінде шақырсаңыздар, кеп процесті түсіріп отырсақ деп, мінекей бүгін грунтовканың алғашқы слойын түсірдік. Жалпы бұған дейін де мінекей кузовтың барлық зазорларын келтіріп, шпаклевка жағады, енді шпаклевка жағып, енді бұл машина кешіңдер енді родной краска деп келтіре алмаймыз десек те, барлық жерін тартатын тартып, туырлап, шпаклевкасын жағып, тегістеп, мінекей грунтовкаға да кезек келді екен. Жалпы енді бұдан кейін бұны кеп тұреміз. Одан кейін бұл 2-3 күндей тұру керек. Бір сутка жақсылап кебу керек. Одан кейін барып краскаге келіп, оны да тағы да түсіретін боламыз. Жалпы мінекей дәл қазіргі состояние бірінші слойдан кейін мінекей осылай болып тұр. Ал достар, кешегі жұмыстан кейін мінекей братандар жердің барлығын тазалаған, жаңағы грунтовкадан кейін де шкурка болады екен ғой. Полный тегістеп, шкуркадан өткізіп, краскаға полный дайындап қойған. Бүгін енді мінекей красканың кезегі келіп қалыпты. Жалпы енді краска шашылатын жерлерге грунтовка шашылған ма білмеймін. Жалпы машинаның қазіргі состояниесі осындай. Краскаға дейінгі артқы есіктің ішкі жағы да мына жерде барлығы краскаға дайындалып қойыпты. Значит, бұл жерлерге де краска шашылады. Ал жалпы достар, мінекей зазорын барлығын келтірген. Бірақ достар, покраскаға дейінгі жаңағы фрагмент қарасаңыздар, негізі мына жерде жаңағы решеткасы кішкене қисық тұрған. Алдынан удар болған кезде қисайып кеткен. Одан кейін мен решетка салған кезде де бір түрлі тұрды да. Енді мына жерде мен зазорын барын келтірген, сварка келген, мінекей кішкене мына жерде мықтылап, татуаны удары мынаның ішіндегісін сындырып жіберген ба бірдеңе ұқсайды. Сондықтан да мынаның барлығын келтірді. Енді біз бұған ровный түп-түзу жаңа решетка салуымыз қажет. Сол себептен мына жерден шыққан кезде решеткасы шығатын шығармыз. Енді көресіздерміз, покраска білдем дегенше көтті тауып әкеліп қойсақ. Просто достар, біздің залатына 8 мың, 16 мың теңге пластмастан көрі Ресейден 25 мың теңге тұратын темірін заказ бердік. Кәдімгідей темір решеткалар болады екен, оказывается бұларда. Бүгін покраскаға кезек келіп отыр екен. Покрасканы бастасақ па деп отырмыз. Ал достар, көп сөйлеп көп бірте бермейік. Іске кірсек. Алда құрметті достар, мінекей бізде қазір алғашқы слойлардың бірі шашылды. Негізі бір 2-3 слой шашу керек. Бұл серебристый деген негізі қиын цветтердің бірі деп айтылып отыр енді. Дәл қазір состояние достар мінекей деп осындай алғашқысын сеуіп алдық. Енді осыны қазір кептіріп болғаннан кейін келесі слойлар жағылатын болады. Ертең емес ары күні келеміз. Біз келген кезде уже мынаның барлығы жиналып дайын болып қалуы әбден мүмкін. Жалпы енді бүгінгі жұмысымыз осындай. Қазір біз кеткеннен кейін тағы да шашылады, полный істелінеді. Осы сонымен ертең бір күн полный тұратын болады кеуіп. Соны результат көретін боласыздар. Сол себептен экраннан алыстамаңыздар. Алды жалғастырамыз. Алда достар, мінекей решеткамыз да келіп қалды.
бұл соншалықты неге бір 30 000 теңге тұратын счетчигі біраз көреміз. Айтуларынша не пластмасс емес, не металл темір емес. Мен бірақ алдында Ресейдің блогерлеріне қараған кезде осындай решеткаларды сабат еді. Бой. Мына цветін қара, мына цветін қара. Мынау оригиналда достар, қараңыздар. Мына зазор көріп тұрсыздар ғой, вот мына қараңыздар. Мынаның туырылғанын қараңыздар. Екі шеті міне. Екі шеті келеді. Китайда қараңыздар. Мен қазір мына шетін туырласам, міне. Мына шеті қаншалықты шығып тұр, мына қараңыздар. Көрсіздер ме? Сода айырмашылық болады біріншіден. Екіншіден, міне пластмасс черный көрсіздер ме? Әшін бетіне хромға краска қойса болады. И ол уақыт өте келе краскасы түсіп болады. Ал мынау заводтан хром болып шығады міне. Бұл ешқандай черный перный емес, заводтан өзі. Материалдың өзі хром ба, сонда да ғой, түсіндіңіздер ғой. Салмағынан да айырмашылығы бар. Мына қараңыздар. Пластмасс жеңіл, мына оған қарағанда кішкене ауырлау. Сол себептен сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Тауар таңдайтын болсаңыздар да осындай айырмашылықты таңдасаңыздар болады. Бүгін уже барлығын жинап қойған, барлығын уже четко істеп қойған. Енді бірақ далада бізде қазір қараңғы. Сырт көзге мінекей қазіргі состояние осындай. Ертең күн жарық кезде барлығын көрсететін боламыз, четкілеп. Кішкене болса да сәл вид кірді деп ойлаймын енді. Алда құрметті достар, ол осы мінекей нәтижесіне де келіп жеттік. Кешегі решетканы тағы да майда-шүйде детальдарын қондырдық, барлығын дайындадық, жудық, сүрттік, дайындап қойдық. Қазір нәтижесін сіздерге көрсететін боламыз. Так, достар, жалпы от первого лица қарайтын болсақ, әрине бізде бірінші мына жерде шрамы бар еді, естеріңізде болса. Мінекей шрамын барлығын, зазорларын барлығын әдемілеп келтірді. Сондай-ақ мінекей решетканы қараңыздар, қалай жылтырап тұр. 30 000 теңгеге оригинал решеткалар, пластмассқа қарағанда әлде қайда басқаша. Екі шетіне түсіп қалған есиелерінде новыйдан жабыстырдық. Бұл қазіргі современный сальман есиелер деп айтылады. Жүгілерге негізі осындай квадрат шығып тұрады ғой. Соның современный түрі деп айтсақ болады. Мінекей бұл жақтында естеріңізде мыжылып жатыр еді. Соның барлығын тартып шығарып, шпаклевкамен туырлап істеді. Зазорларын келтірді. Мына капотымыз бізде негізі кішкене көтеріліп тұрған болатын, барлығын келтіріп әдемілеп істеп берді. Сондай-ақ мына замокты соги таба алмадым. Ертең алдағы уақытта тауып жатсақ ауыстыратын боламыз. Мына замокты, мына шетіндегі боковой резинаны. Көп оқырмандар жүгіле қайда деп сұрап кеткеннен кейін ертерек сіздер үшін асығып шығаруға тырысып жатырмын. Әйтпесе мынаны іздеп барлығын бітіріп салуға болар еді. Бүйтетін болсақ ұзақ уақыт алып қоятсақ, сол себептен дұрыс істеді деген ойдамыз. Сосын бізде артқы багажында мінекей зазор достар көтеріп кеткен болатын. Багажында зазорын келтіріп, әдемілеп. В общем, енді ертең бір 2-3 күннен кейін примерно осы полировка кіргізуіміз керек, жылтыратуымыз керек. А так былай покраска әдемі шыққан. Крышасында да бізде мятиналар көп болатын. Мятинаның бәрін тазалап, әдемілеп. Мынаның артқы жаңағы замогының тіпті хромы қалмай қалыпты уже ғой. Жалпы арт жақтан қарайтын болсақ, ашалете сіздерге көрініп тұр ма білмеймін. Мынандай жерлерде мыжылған, жырылған, ұрылған жерлер көп еді, мынандай жерлерде. Майда-майдаланыштай көп еді, соның барлығын істеген. Арқасында достар бізде астында мына жақтардың бәрі шіріп басталып жатыр еді, соның барлығын тазалап, краскілеп. Енді ана бүйтіп сәл мыжылған жерлер тұр. Оған аса қатты ешкім көңіл аудармайды деп ойлаймын. Сондай-ақ ең басты бізде проблема артқы оң жақ крыломен, артқы оң жақ есігі еді. Естеріңізде болса бүдір еді, соның барлығы мінекей текстеп, әдемілеп, тема қылып істеп берді. Осыған да шүкір дейміз енді. Сәл болса да вид кірді деп ойлаймын. Рельс тем более ашып тұр. Так достар, былай мінекей жаман емес, нәтиже жақсы, менің көңілімнен шығып тұр. Есесі, решеткасы бәрі четко өзін ашып тұр. Просто жаңағы хромдарын ауыстыруымыз керек. Жаңағы дворниктердің бір жерін ауыстыруымыз керек. Жанында резинасын ауыстыруымыз керек. Аттак сырттағы жұмысы бітті десек те болады. Алда құрметті достар, мінекей видеода көрсеткен жетті. Егер де сіздерге результатын ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол осы біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.